Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Фариза. Бүгін осындай әдемі болып пісетін, дастарханыңыздың сәнін келтіретін қазақтың ұлттық тағамдарының бірі әсіп дайындап үйренетін боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен күрішімізді жуып тазалап, осылай алдын ала дайындап қоямыз. Және тартылатын еттерімізді осылай ірі етіп турап ет тартқыштан тартамыз. Содан соң бұны қайтадан басқа тысқа алып, екінші рет қайта ет тартқыштан өткізетін боламыз. Бұл не үшін? Сіздің әсібіңіздің әдемі болып шығуына, өзінің жаңағы формасын ұстауына бұл септігін тигізеді. Сол себепті етті екі қайтара ет тартқыштан тартып аламыз. Барлығын өткізіп болдық. Неге осындай болды? Енді осының үстіне тұз, қара бұрыш және де жаңағы дайындаған күрішімізді салып, жақсылап барлығын араластырып дайындап қоямыз. Ендігі кезекте бізде бауыр, жүрек және де май. Осыларды барлығын өткізіп аламыз. Бұл бізде кәдімгі өзінің өкпе бауырдың майы, соны тартып аламыз. Барлығын тартып болғаннан кейін жаңағы дайындаған ет пен күрішіміздің үстіне саламыз. Және де тағы да кішкене қара бұрыш, тұз сеуіп, жақсылап араластырамыз және де сүт құямыз. Толық араластырып боламыз. Бірден сүтті құюға болмайды. Араластыра отырып, аз-аздан сүтті құятын боламыз. Бізде қою емес, сұйық та емес, орташа көлемде болу керек. Араластырып дайындап болған біздің әсібімізді неге осындай шекке саламыз. Мен кәдімгі баклажканың басын осылай қырқып қиып алдым. Құюға оңай қылып, сіздерде солай жасасаңыздар болады. Осылай құйып, сілкіп ішіне түсіретін боламыз. Неге видеода көргендеріңіздей осылай жасасаңыздар оңай болады. Және де қатты толтырмаймыз, өте бос болады. Арасы және де былай үстіне басып ұстаған кезде бос, жұмсақ болу керек. Ол не үшін? Біздің жаңа күрішіміз, тартылған еттеріміз барлық піскенге кішкене көлемдер үлкейеді. Сол себепті ол піскеннен тығыздалады өзі. Қатты тығыз салмаймыз. Неге осындай былқылдақ бос болу керек. Дәл қазір жасағандай қылып екі жағын осылай байлап аламыз жіппен. Содан соң екі ұшын алып тастаймыз. Мінекей бізде дайын болды. Барлығын осылай жасап шығамыз. Суға салып, болмаса кез келген жаңағы қазыңызбен барлық бірге қайнатсаңыз да болады. Біз бір қайнатқаннан кейін астын жай басып, жай қайнатамыз. Және де осылай ішектеріңізді арасында тесіп, ауасын шығарып қоюларыңыз керек. Не бізде дайын болды, өте керемет болып шығады. Кез келген жаңағы дастарханыңызға әдемі болып көрініп тұрады. Ешқандай жарылмаған, әдемі болып піскен. Жасауға кеңес етемін. Сіздермен бірге Фариза. Ас болсын. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, өз ойларыңызбен бөлісе отырыңыздар. Көргендеріңізге көп рахмет. Ас болсын.